Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла Қазақ математика академиясында. Бүгін біз натурал санды ондық бөлшекке бөлеміз. 518 бөлу 0,7. Бұны басқаша былай ойлауға болады. Тең деп жазып қояйық. Сосын 518-ді алымына жазып, бөлудің орнына біз бөлшек сызық да 0,7 деп жазып қоямыз. Бұнда біз бөлімде әрқашан астында үтірмен сан қалдырмауымыз керек. Сондықтан мына үтірді бір орынға жылжыту үшін оны бір нөлі бар санға көбейту керек, яғни 10-ға. Егер де біз бөлшектің бөлімін бір санға көбейтсек, алымында тура сол санға көбейту керек. Енді мәнін табайық. 518 5180 болып кетеді. Ал 0,7-де үтір бір орын 10-ға жылжып 7 болып кетеді екен. Сонда кәдімгі натурал сандарды бөлу болып кетеді. 5180 бөлу дейік те, және де мына жерге 7 деп жазып қояйық. Енді 5-тен берсек 7-ге жетпейді, 51-ден берейік. 51-дің ішінде 7 неше рет бар? 7 рет бар екен. 7 деп жазып қояйық. 7-ні 7-ге көбейтсек 49. Екеуін азайтайық. 51-ден 49 айтсам 2 ғой, бірақ 11-ден 9 айтсам 2, мына жерде 4 қалды, 4-тен 4 айтсам 0. 2 7-ге жетпейді, 8-ді түсірем. Бірақ рет қана сан түсіріп отыруға болады. 28. 28-ден 7 екеуін бөлсек 4 болады, 7-ні 4-ге көбейтсем 28, екеуін азайтамын, 0 болады. Енді келесі сан 0, себебі мына 0 жетпеді, екінші сан түсіру керек. 0-ді енді 7-ге бөлсем 0, 0-ді 7-ге көбейтсем 0, екеуін азайтсам 0. Сонда жауабы 740 екен. Мына жерге 740 дейік. Бұл жерде шыққан жауап мына жерге де келеді. Сондықтан 740 дейміз. Егер сенбесеңіз, біздің тура қалай берілді, тура солай жазып шығарайық бағанмен. 518 дейік бөлу 0,7 дейік. Біз білеміз, оң жақтағы санды үтірін алып тастап отыру керек. Бұның үтірін жай алып тастай алмаймыз, сондықтан ойша 10-ға көбейтуіміз керек екі жағында. Сонда 0,7 7 болып кетеді, ал 518 5180 болып кетеді. Мына жерде 0-ді жоқ деп ойлаймыз. Кәдімгідей 51-ді 7-ге бөлем 7, 49. Азайтсақ 2, 8 түседі, 28. 28 7-ге бөлем 4, 4-ті 7-ге көбейтем 28, азайту 0. 0 жетпейді, мына 0-ді түсірем, бәрібір жетпейді, сондықтан бөлу керек. Сонда қайтадан 0 болып шығады, 740. Екі жақта тең. Келесі мысалды қарастырып көрейік. 3 бөлінген 0,3. Бұнда да біз білетіндей, оң жақта егер де үтірмен сан тұрса, ол үтірді алып тастау керекпіз. Бір орын жылжытсақ, егер де үтірін, оны 10-ға көбейттік деп есептейміз. Сондықтан мына жақта біз 3-іміз 30 болып кетсе, 0,3-іміз жай 3 болып қалады екен. Енді 30-ды 3-ке бөлеміз. Мұнда тіпті бағанда керек жоқ екен, 10 екенін білініп тұр, сондықтан тең дейміз де 10 дейміз. Тексеріп көрейік. Ол үшін 0,3-ке 10-ды көбейтсек, шынымен де 3 шыға ма, соны тексеру керек. 0,3 дейік, көбейту 10. 10-ды осылай жазып қойсақ, 0-ін түсіре саламыз да, 1-ді 3-ке көбейтіп, 1-ді 0-ге көбейтіп жауап аламыз. Енді үтірін қою керек. Үтірден кейін бір сан тұр, яғни артынан санағанда бір сан жүріп үтір қоямыз. Сонда 0,3, яғни жай ғана 3. Дұрыс шығып тұр ғой, 3. Барлығы тексерілді, дәлелденді, натурал санды бөлшекке осылай бөлеміз.